Дәл қазіргі Қазақстан билігі ол арқасын орысқа тіреп отыр. Орыстың әскери құлы, орыстың базалары тұр Қазақстанда. Экономикалық жақтан Қытайдың құлы. Қытайға триллиондап қарыз. Біздің қазақтар 300 жыл, мүмкін 1000 жыл ұрпағымыз Қытайға төлесек қарызын қайтарып бола алмайды. Сондай ақшаны алып Назарбаев және оның ұлдары, қыздары, күйеу балалары шетелге тығып болды. Біздің ұрпағымыз, шөбереміздің шөбересі Қытайға қайтара алмайтын қарызға тығып болды бізді. Құпия келісім шарт ешкім жариялаған жоқ әлі күнге дейін. Біздің қазағымызды және біздің болашақ ұрпағымызды, шөберемізді және шөбереміздің шөбересіне дейін құтқаратын жалғыз жол мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық кландарды тас-талқан қылып құрту. Бүкіл ақшаны қайтару, бүкіл Қытаймен болған теңсіз келісім шарттарды бұзу, халықаралық сотқа ашып отырып қайтаратын қарызды қайтару, Назарбаевтың ақшасын қайтармайтын ақшаны қайтармау, халықаралық сотпен. Арқамызды Еуропа мен Америкаға тіреп отырып, Еуропа мен Американың Қытайға қарсы саясатынан пайдаланып, Қазақстарды құтқарып қалу, болашақ ұрпағымызды құтқару. Сен өзіңді ғана құтқармайсың, сен өзіңнің немереңнің немересінің немересіне дейін құтқарып кетесің. Міне қазақты мәңгілік құлданатын орыстың құлы, Қытайдың итаршысы Тоқаев енді қайтадан президенттік сайлау өткізеді екен. Мерзімнен бұрын. Қайтадан 5 жылдықты 7 жылға ауыстырады екен. Атаңа нәлет Назарбаевтан не айырмасы қалды бұл Тоқаевтың? Ал енді Тоқаевқа үміт берейік, Тоқаев қазақты құтқарып қалды дегендер. Енді бұрын надандықпен, аңқаулықпен сенген болсаң, енді көзіңді аш қазақ.